Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жасайтын тағам хожелі манты деп аталады. Күнделікті жасап жүрген мантыға ұқсас, тек қана ерекшелігі қамырын жұқа етіп жаятын боламыз. Олай болса, қамырын бірге дайындаймыз. Ол үшін бізге таза ыдысқа салқын суды құйып, үстінен тұзды салып, толық тұзы ерігенше араластырып аламыз. Оның үстінен бір дана жұмыртқаны салып, ұнды қоса отырып, орташа тығыздықта қамыр илеп алыңыздар. Және де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осылай ұнды сала отырып, орташа тығыздықта қамыр илеп алыңыздар. Және де иленген қамырды 20 минутқа тындырып қойыңыздар. Және 20 минуттан соң тағы да бір илеуді ұмытпаңыздар. Дәл осылай жасасаңыздар, қамырмен жұмыс жасау, яғни қамырды жаю оңайырақ болады. Міне, дайын болған қамырдың бетін жауып 20 минутқа тындырамыз. 20 минут өткен соң қамырды 3 бөлікке немесе 4 бөлікке кішкене етіп бөліп, кішкене зуала етіп дайындап аламыз. Қамырды 4 бөлікке бөліп, зуала етіп дайындап алдым. Мантының қамыры өте жұқа болып жайылғандықтан зуаланы кішірек етіп алғандарыңыз дұрыс. Міне, барлығын дайындап алдық. Енді тоңазытқышқа немесе салқын жерге қоя тұрыңыздар. Олай болса, салмасын дайындауға кірісеміз. Салмасына тартылған ет, пияз, тұз және де бұрыш. Өз қалауларыңыз бойынша түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Және оның үстінен аз ғана сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Дәл осылай барлығын қосып, толықтай араластырып алыңыздар. Енді біздің салмамызда дайын, қамырды жаюға кірісеміз. Тағы да айта кетейін, қамырды өте жұқа етіп жайып дайындап алыңыздар. Міне, қамырымызды да дөңгелек етіп жайып дайындап алдық. Тағы да айта кетейін, қыздар, бұл мантының қамырын өте жұқа етіп жайыңыздар. Кесу барысында ешқандай өзгеріс жоқ, сол күнделікті жасап жүрген мантыға ұқсас етіп кесіп алыңыздар. Тек қана көлемін кішкене үлкендеу етіп алғандарыңыз дұрыс. Көлемін үлкендеу және де өте жұқа етіп дайындаңыздар. Міне, біздер қамырларымыз дайын, түйуге дайындап алдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұқа. Енді қамырды түйуге кірісеміз. Салмасын салып, дәл осылай ортасына жайып жіберіңіздер. Екі жанынан түйіп шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Тағы да бір көрсететін боламын. Қамырын үлкендеу етіп жайыңыздар. Міне, барлығын жайып, түйіп дайындап алдық. Енді бұны мантаваркаға, яғни манты қазанға майлай отырып, барлығын салып шығамыз. Мантының астына, бетіне дәл осылай майлай отырып, барлығын жайғастырып аламыз. Пісіру барысында да көп уақыт кетпейді. 30 минут
қайнатсаңыздар жеткілікті. 30 минутта толықтай пісіп шығады. Өйткені біздің қамырымыз өте жұқа және де салмасы да аз салынғандықтан 30 минутта толықтай пісіп шығады. Енді бетіне жағатын помидкасын дайындаймыз. Ол үшін сұйық майға қызыл бұрыш, яғни ащы бұрыш және де паприканы салып араластырып алыңыздар. Дәл осыны пісіп шыққан мантыға, міне біздің мантыларымыз дайын, мантының үстінен қойып шығатын боламыз, яғни жағып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай жабыспаған, жаңағы дайындап алған сұйықтығымызды мантының үстінен жағып шығыңыздар. Ащы болғанын қаласаңыздар, яғни ащы бұрышты көбірек қоссаңыздар болады. Міне біздің мантымыз да дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне көріп тұрғандарыңызда ешқандай жабыспаған, өте әдемі дәмді болып шықты.